Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында өте дәмді чак-чак дайындайтын боламыз. Чак-чагымыз өте дәмді болып шықты. Бір жасағаннан мінсіз болып шығады. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды, қантымызды, тұзымызды салып, 1 келкі масса болғанша араластыратын боламыз. Менің YouTube арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Видеоларымды толық аяғына дейін көріңіздер. Електен өткізіп ұнымызбенен қопсытқышымызды салып, вилканың көмегімен осылай араластырамыз. Енді қолымызбенен араластыра отырып, қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымыз қаттылау қылып илейміз. Жайғанда өте бір келкі әдемі болып шығатын болады. Дәл осылай дайын болды. Дайын болған қамырымызды пакетке салып, 10-15 минутқа демалдырып қоямыз. Арада осы уақыт өткен соң, пакеттен қамырымызды шығарып, ұн себе отырып бетіне қамырымызды үлкейтіп жаятын боламыз. Қамырымызды неғұрам жұқарақ қылып жайсаңыздар, чак-чактарыңыз өте қытырлақ болып шығады. Дәл осылай арасына ұн себе отырып жаямыз. Қатты ұн себудің қажеті жоқ. Қамырларымыз жайып болдық. Дайын болған қамырларымыздың үстіне сұйық майымызды құйып, барлық жеріне бір тегіс етіп жағып шығамыз. Қолмен жақсаңыздар да болады. Щеткамен жағу міндетті емес. Және араларын осылай кесіп, ұзынша етіп, бір-біріне қабаттап беттерін 5 см, 6 см аралықта кесіп шығамыз барлық қамырларымызды. Видеода өздеріңіз көріп тұрғандай, дәл осылай етіп кесіп аламыз. Қамырларымызды бір-біріне бетіне жауып кесетін боласыздар. Майға салғанда өздері ажырап кетеді. Еш қорқудың қажеті жоқ. Осы уақыт аралығында майымызды қазанымызға құйып, отымызды жағып қоямыз. Қызып тұрған қазанымызға салып, аз-аздан салыңыздар, пісіріп аламыз. Осындай болып шықты. Енді барлығын жайып, екіге бөліп жинап аламыз. Яғни, бір бөлігіне осындай дөңгелек формадағыларды жинап аламыз. Бір бөлігіне әртүрлі формаларды жинап аламыз. Әртүрлі формаларымыздың үстіне мен 1 қасық бал салдым, түспей қалыпты, және сгущенка салдым. Араластырып, езіп, осындай әртүрлі ыдыстарға салсаңыздар болады. Мен тарелкама ыңғайлап салып қойдым. Қаттырек басып, үстінен дәл өздеріңіз осылай көріп тұрғандағыдай тарелкамызға аударамыз. Ешқандай формасы бұзылып кетпейді. Дәл осылай тұрады. Және сгущенкамызды бір ыдысымызға ыңғайлы етіп құйып, жаңа бөлек жинап алған ыдыстағы дөңгелекше ай формадағы чак-чактарымызды осылай біртіндеп жинап шығамыз. Бұның барлығы тек әдемі формасын көрсету үшін жай дәл сол күйінде жей берсеңіздер де болады. Ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Барлық комментарийларыңызды оқимын. Менімен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Дәл осындай әдемі болып шығады. Мен тағы да үстінен шоколад ертіп, шоколадымды құйып шықтым. Дәл осы күйінде де әдемі. Солай да жей берсеңіздер болады. Шоколадымды алдын ала ыстық суға салып ертіп алдым да, пакетке салып, үстінен әсемдік үшін осылай жағып шықтым. Чак-чагымыз дайын.
ас болсын сіздерге де. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер, мінсіз болып шығатынына сенімдімін. Сау болыңыздар.